Hello children, how is it going? Now let's start today's lesson. Fast Machines 1. Қайырлы күн балалар. Бүгін жылдам машиналар 1 деген тақырыпты өтетін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Exercise 10. Look at the pictures. What you'd like to know about these gadgets? Write 2 questions. Суреттерге қараңдар. Осы гаджеттер туралы не білгілерің келеді? 2 сұрақ жаз дейді. Do you like skateboarding? You'd like to be way ahead of your friends. Сізге скейтборд тепкен ұнайды ма? Достарыңыздан әлде қайда алға болғыңыз келеді ме дейді балалар, иә? Сіздерде ағылшын тілінде мәтін тұр. Мен сіздерге бұны қысқаша қазақ тілінде аударып берейін, иә? Сізге ховерборд алу керек. Ховербордтар жеке көліктегі ең соңғы транспорт болып табылады. Яғни бұлар электронды, оның ішінде динамиктері бар. Сіздер ол динамиктер арқылы өздеріңіз сүйікті әндеріңізді тыңдасаңыздар да болады. Тіпті түнде жүруге арналған шамдар да бар дейді. Бұлардың батареялары бір зарядта 8 шақырымға дейін жетеді, яғни ұзақ қызмет ете алады, иә, сізге. Кейбір модельдерде сағатына 21 шақырым жылдамдыққа жүруге болады. Бұл өте керемет, жеткілікті жылдамдық. Яғни жаңа нәрсені білуге, жаңа нәрсені көруге ұялмаңыз, сіз міндетті түрде ховербордпен айналысуыңыз керек дейді балалар. Text 2. Do you think the latest smartphones and the tablets are too cool for words? Сіздің ойыңызша соңғы смартфондар мен планшеттер өте керемет емес пе дейді балалар, иә? Сіздерге ағылшын тілінде мәтін берілген, мен сіздерге қысқаша түрде аударып берейін. Бұл білезіктер секілді сенсорлық білезіктерді сіз тексеруіңіз керек дейді. Бұл білезіктер шағын планшет секілді жұмыс жасайды. Бұнда электронды хаттар жібере аласыз, достарыңызбен сөйлесіп, әлеуметтік медиаға қосылу сияқты планшеттер мен смартфондар арқылы барлық іс-әрекеттерді орындауға болады екен. Жалғыз ғана айырмашылық бұл сенсорлық экран, яғни сіздің қолыңызда тұрады, сол білегіңізді сипау арқылы сипалау кезінде пайда болады дейді. Яғни егер бұл сенсорлық білезіктер әртүрлі түстерде болады, және де аптаның әр күні әртүрлі түсте киюге де болады деп сіздерге осындай түрін таныстырып жатыр балалар, иә? Енді осы мәтіндерге байланысты келесі жаттығуларды орындаймыз. Next task, exercise 11. Read the text again and complete the sentences. You can use 1, 2, 4 words. Яғни балалар, бізде сөйлем берілген, жаңағы мәтінді оқи арқылы сөйлемдегі сөздерді тиісті орнына қойып, сөйлемді толықтырып шығуымыз керек балалар. Сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Осыған қарап, жазып толықтырып алсаңыздар да болады. Немесе мәтіннен іздеп қарап толықтырып шықсаңыздар да болады балалар. Exercise 12. Complete the sentence to be true about yourself. Яғни, өзіңіз туралы сөйлемді толықтырыңыз дейді. Яғни, жалғастыруымыз керек. I'd like to have a hoverboard because hoverboard is very fast. Яғни, мен ховербордты жақсы көремін, маған ұнайды, иә? Өйткені ол өте жылдам жүреді. I'd like to have a wearable touch screen bracelet because you can do all the things you do with a tablet and smartphones. Яғни, сенсорлы экранды браслет, өйткені ол сіздер смартфондағы, планшеттегі іс-әрекеттердің барлығын сол сенсорлы экранды білезік арқылы жасай аласыздар. Яғни, сол үшін маған ыңғайлы, маған ұнайды. Next, exercise 13. Work in groups, design a gadget, be as creative as you can, present into the class дейді. Яғни, бұл балалар сіздерде топпен жұмыс, гаджеттің дизайнын жасауымыз керек. Яғни, сіздерге өздеріңіздің шығармашылық тапсырма, өздеріңіздің идеяларыңызға байланысты жасап, соны сыныпта талқылауларыңыз қажет. Exercise 14. Read and complete. Making nouns from verbs. Read, act. Яғни, етістіктен зат есім тудырушы жұрнақтарды пайдалана отырып, сіздерге қарамен жазылған етістіктер берілген, соны зат есімге айналдыру арқылы сөйлемді толықтырып жазуымыз керек. Мысалға, тудырушы жұрнақтар ER, OR деген секілді жұрнақтарды жалғау арқылы осы жаттығуды орындаймыз.
Балалар, бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Егер сіздерге сабақ ұнаса, лайк басуды ұмытпаймыз. Now see you next lesson. Goodbye.